4 жыл бойы стиралкамның барабанын тіпті тазаламағанмын. Бүгін алғаш рет тазалап көрмекшімін. Ішінен неше түрлі мусор шығатын шығар деп уайымдап тұрмын. Стиралканы қолданып жүргеніме 4 жыл болды. Порошок салатын лотокты жиі жуамын, бірақ барабанды ешқашан тазалап көрмедім. Магазинге барып, лимон қышқылын іздеп жүрмін. Лимонный кислота тауып, 10 пакетін сатып алдым. Алдымен фильтрден бастадым. Іште қазір көп су шығады, толып мусор тиын шығады деп дайындалып тұрмын. Тряпкамен тазегімді алып алдым, бірақ аз ғана мусор шықты, су да аз шықты. Соған қарағанда стиральная машинамның жағдайы жақсы сияқты деп қуанып қоямын. Енді магазиннен әкелген лимон қышқылын барабанға салып, хлопок 95 градусқа қойдым. Су кіргенде аздап лайланып бастады. Қандай мусор шығады екен деп қызығып қарап отырдым. 40 минуттан кейін ваннаға келсем, жағымсыз иіс пайда болыпты. Раковинаның астын ашқанда шығатын иісті білетін болсаңыз, қандай иісті айтып тұрғанымды түсінесіз. Машина ішіндегі су да жап-жасыл түске айналып кетіпті. Болды, процесс аяқталды. Менің стиральная машинамнан қатты мусор шықпады, жай ғана судың цветі жасыл болып, қақтар шыққанын көрдім. Жалпы стиральная машина сізге ұзақ қызмет еткен қаласаңыз, 2-3 айда бір рет осылай тазалап тұру керек екен.